Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін рогаликке дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сары май, холодильниктен шыққан, және де ұн, 2 қасық, шай қасық шекер және 1 шай қасық тұз қажет болады. Енді майымызды, холодильниктен шыққан майымызды теркілеп аламыз. Теркінің үлкенінде немесе маргарин қолдануыңызға болады майдың орнына. Менде 72% май. Теркілеп аламыз осылай майымызды. Теркілеп болдық. Енді майымыз бен ұнымызды крошки жасап, бір-біріне үйкеп, жақсылап араластырып, біркелкі етеміз. Біркелкі етіп, жақсылап араластыратын боламыз. Үйкеп, майы жақсылап ұн екеуі араласу қажет. Үйкеп аламыз осылай. Мінекей ұнымыз бен майымызды жақсылап араластырып алдық. Енді 1 шай қасық қопсытқышымызды саламыз. Содан соң қаймағымызды саламыз. Менде қаймақ 20% қаймақ. Содан соң жұмыртқаның сарысын ғана саламыз. Енді осыларды араластырып қамыр елейтін боламыз. Жақсылап араластыратын боламыз. Өте жұмсақ, өте нәзік тесто шығу қажет. Жұмсақ қамыр шығу қажет. Мінекей осындай жұмсақ қамыр шықты бізде. Енді осыны 1 сағатқа холодильникке салып қоятын боламыз. Мен осылай холодильниктен алып шықтым, 2-ге бөліп алдым. Енді жақсылап дөңгелетіп, дөңгелек қылып жайып шығатын боламыз. Қамырымызды әдемілеп, жұқалау қылып жаямыз осылай. Жабыспайды қолға, үстінде сары май болғандықтан. Мінекей осындай қамыр жайдым, жұқа қылып. Енді ортасынан бөліп, бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Енді вареное сгущенка. Менде осындай мари молоко деген. Жақсы, іші қою болған дұрыс. Сұйық болса ағып кетеді. Қою сгущенка салғаныңыз дұрыс. Тек қана сгущенка емес, джем, любой варенье салсаңыз болады. Мінекей осындай болып шықты. Енді
газымызға салып пісіріп алдық. Баршаңызға ас болсын. Ұнаса лайк басып тіркеліп қоңыраушаны баса кетіңіздер. Рахмет.